Дәл осы жаңа жылдың алды артында Ресей Украина қалаларына құтырына шабуыл жасады. Бұл құтырына шабуыл жасағанның алдыңғы жолы біз Флорида штатындағы сапарымызда жүріп қорытындыладық, және Нью-Йоркқа, Пенсильванияға жеткеннен кейін сол тауда шаңғы тебетін тауда жүріп, сол жердегі бір эфирімізде сөйлеген сөздерімізде бұның қыры-сырын, сан-сифрларын айттық, талқыладық. Енді қазір бұл арада мынандай бір нәрсе тұр. Орыстар құтырына шабуыл жасады. Украинаға бұдан келген шығын кәдімгідей ауыр. Алдыңғы жолы біз қанша зымыранды атып түсіргенін, қанша зымыранды атып түсіре алмай қалғанын айттық. Енді ол кезде біз бір нәрсені сол заманның уақытыменен айттық, яғни орыстар жаңа жылдың алдында және мынау Ресейдің саяси үгіт насихатына байланысты жылдық годовой отчет, жылдық есеп беру мақсатында құтырына шабуылдап, бейне қазақ қысқы соғымының соңғы жілігін көп көжеге, тайқазанға асып, соңғы дәнін салып, қолында бар дәнін, тіпті құртын, айранын бәрін қосып, көп көже жасағандай, орыстар Украин соғыс майданында бір көп көже жасағысы келді. Сөйтіп, жаңа жылдық годовой отчетты тапсырғылары келді. Бұл Путиннің есіріп, еліріп, езуінен көбігі ағып отырып, жаңа жылда халыққа есеп беруіне пайдалы құбылыс болды. Пайдалы. Бірақ бұл жерде бір нәрсе тұр. Бұл дәл сол мезетте бірге Американың сол Трампшылдардың медиасында орыстар Украинаның әскери нысандарына шабуыл жасады, олардың халықтық нысандарына тиіскен жоқ деген бағыттағы сол сарындағы мақалаларыменен бір мезетке бетпе-бет, тұспа-тұс келді. Тура солай келді. Бетпе-бет келіп қалды. Енді осыдан ақ байқай беруге болады, республикашылдар билікке келсе, Украинаның жағдай қиындай түседі. Трамп билікке келсе, Украинаның жағдай қиындай түседі. Американың медиасы мен орыстың шабуылы бірге болып тұр. Американың солшыл бағыттағы медиасы емес, Трамп бағытындағы, республикашылдар бағытындағы медиасының орысты ақтап жақтап сөйлейтін сөзіменен орыстың шабуылы қатар келіп отыр. Енді осыдан ақ бір нәрсені түсінуге болады. Ол көп жағдайда Американың саяси ұстанымы осы халықаралық жағдайдың ең шешуші негізгі фактор. Америка оң көзімен қараған мәселе шешіледі, Америка оң көзімен қарамаған мәселе шешілмейді. Ол енді мынау советтік жаңағы көзқараспен өсіп қалған адамдарға, ойбай, сен Американы мақтадың, жақтадың, сен Американың күшігісің, ақкөк, анау, мынау деп оттап кететін адамдарға біз енді осымен 100-ші мәрте айттық. Сен мойындасаң да сол, мойындамасаң да сол, әлі жеткен алып та жығады, шалып та жығады. Америка доллардың иесі, халықарада рубль өтпейді. Америка ағылшын тілінің иесі, халықарада орыс тілін мойындамайды. Орыстың медиасы Американы мың жерінен жамандаса да, Американың аты Америка. Бұл деген сөз біз Американың істеген ісін ақтап, жақтап отырғандықты білдірмейді. Бірақ менің мақсатым қазақтар көзін ашса дегенді. Қазақтар көзін ашып, мына дүниені білсе, мына орыстың сасық медиаларының, шовинистік, расистік медиаларының қазақтарды улаған,
70 жылдық Назарбаевтық кезде 30 жылдық мынау қазақтарды сауатсыз, саясаттан сауатсыз, білімсіз, надан қылып қойған, өз-өзімен жатып бүкіл дүниеге орыстың көзімен қарайтын надандықтан, тобырлықтан арылса екен деген мақсатпен айтып отырмын. Мынау дүние, мына планета, біз басқа бір жерде өмір сүрмейміз. Мына жер шарының Құдай орыс емес. Құдай орыс емес. Ең қарапайымы. Міне, осыны біліп, мына дүниеге бір тәуелсіз, дербес. Құдай сені жаратқанда орыстың кіндігінен жаратпағаннан кейін, сен дүниеге тәуелсіз. Құдай сені қазақ қылып жаратқанда, қазақы мимен ойлан, қазақы көзбен қара деген мақсатта біз бүкіл орыстық медиаға қарсы көзқарасты қазақ халқына сіңдіріп отырмыз. Және ол шын мәніндегі тәуелсіз көзқарас. Сосын орыстың медиасына әбден уланған қазақ анау айдалада, Қызылордада, Қызылқұмның ішінде сасық көрпесін жамылып, сасық қатынын құшақтап, жыртық-жыртық дамбалын тырт-тырт қасынып қойып, сыртынан айдаладағы бақыттан бас айналып, долларға мас болған америкалықты боқтап, қарғапсылеп отырады. Өзінен сұрасаң, Америка қайда десең білмейді. Ай жақын ба, Америка жақын ба десең, Американы көріп тұрғам жоқ, айды көріп тұрмын, ай жақын дейтін қазақ. Сөйтіп, айдалада жатып, Американы боқтап отырады. Сорлы қазақ. Орыс жет әкең ба? Алдыңғы ғасырда орыс сені 6 рет қырып тастады. Америка 6 рет қырды ма сені? Осыдан ақ біл. Осыдан ақ біл. Алдыңғы ғасырда қызыл орыс келердің алдында ақ орыстың қырғыннан бастасаң 7 рет қырғын десепте. Бірінен бірі өтіп кеткен геноцид. 16 жылғы Албан көтерілісі, Қара көтерілісін, Жетісудағы көтерілістерді, Батыстағы көтерілістерді, Адай көтерілісін бәрін есептеңдерші. Бұл жерде көтерілмеген қазақ қалмады. Жетісудың албандары ғана көтерілді екен деп ойламаңыз. Албанға ілесіп Суан көтерілді, Қаңлы көтерілді, Жалайыр көтерілді. Ол тұтасымен Қарқара көтерілісі деп аталды. Батыста тек Адай көтерілген жоқ. Кіші жүздің 3 баласы Әлімұлы, Байұлы, Жетірудың бәрі көтерілді. Ал бұл көтерілістердің бәріне Ақ патшаның, яғни Чар Россияның қазақтан әскерге адам алам дегеніне байланысты, әскерге бала бермеймін деген қазақтың көтерілісі. Ал сол көтерілістен бастап, Амангелдінің көтерілісін есепте, сол көтерілістен бастап, большевиктер келген кезде көтерілісті есепте, одан кейін коммунистер құрылған 17 жылғы көтерілісті есепте, бәрі тек қырғын. 21-22-дегі аштық десепте 2,5-3 миллион қазақты қырған. 31-33-дегі 4,5-5 миллион қазақты қырып тастаған аштық десепте.